Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді пломбир балмұздағының жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, құрамына 2 зат қосылады. Үлкенде, кішіде жақсы көретін балмұздақты сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар сгущенка және клегей. Бұл жерде клегейдің майлылығы 33-35%-дан кем болмауы керек. Клегейді дүкеннен алғанда тоңазытқышта 1 тәулікке тұруы керек. Қазір біз салқын клегейді пайдаланатын боламыз. Ендігі кезекте клегей қоюланғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сгущенканы құйып 30 секундтай араластырамыз. Ұзақ араластырмаймыз. Мінекей араластырып алдым. Сонан соң қақпағы жабылатын ыдысқа қою массамызды саламыз. Қақпағын жауып, мұздатқышқа кем дегенде 6 сағатқа қоямыз. Балмұздақты мұздатқышқа бірнеше күнге сақтап жей болады. Мінекей достар, балмұздақ дайын, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бетіне қалауыңызша кез келген жеміс-жидектерді қоя берсеңіздер болады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.